Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Гербест интернет дүкенінен келген кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыстың ішінде мынандай Mi Band. 1,5 айға жуық уақыт жүрді, ұзақ жүрді. Гербест интернет дүкенінен келді. Білетін шығарсыздар, менің каналымда осыған дейін де, осы 2016 жылдың жазында осы Mi Band, дәл осындай Mi Band алған болатын, бірақ ол жерде кішкене қорапшасы басқаша болды. Қорапшасы қоңыр болды, ешқандай суретсіз. Бұл жолда тағы заказ бердім, тапсырыс бердім, бірақ ініме. Менің өзімде ондай Mi Band бар, мінекей. Күнделікті қолданып жүрмін. Өте жақсы зат. Мінекей комплектісінде мынандай өзінің зарядке арналған шнуры бар. Мінекей былай салынып, кез келген USB-ден заряд алады. Кез келген емес, мен көбінесе компьютерден зарядтаймын. Мінекей браслетінің өзі, капсуласы және мынандай қысқаша инструкциясы Қытай тілінде. Бұл Mi Band мінекей капсуласы браслетінің артқы жағынан салынады да. Мінекей дәл осылай тұрады. Мінекей жаңа Mi Band'ымыз әзірге қосылмай тұр. Шамасы зарядкасы жоқ болса керек. Мінекей бұл жердегі функциялары, мінекей мына жерде уақыт көрсетеді біріншіден, мінекей аптаның күнін және ай, күнді де көрсетеді. Және бұл жерде мінекей жүрген қадамымызды есептейді. Бүгін мінекей 1710 метр жүріппін. Мына жүрген километр, қанша километр жүрдім. Және мына жерде пульс тексеретін қызметі бар. Осылай қойып қоймыз да. Жүрек қағысымыз минутында қанша рет жүрегіміз соғады, соны есептеп білсек болады. Мінекей 78 рет соғып тұр екен, пульсім 78 болып тұр, зарядкасы 16% орап тұр. Қазір енді сіздерге осы браслеттің функцияларын көрсетіп жіберейін. Мінекей мына Mi Fit деген арнайы бағдарламасы бар, осы Play Market'тен алып қойылатын. Осы Mi Fit'тің ішінде мінекей мына Bluetooth'пен жалғанады бұл браслетіміз. Осы Mi Fit'тің ішінде жаңағы күнделікті жүрген қанша қадам жүрдік, қанша километр жүрдік, қанша калория жақтық деген сияқты, қанша сағат ұйықтадық, пульсімізді мінекей бәрін көрсетеді мінекей мынандай график түрінде. Мінекей мысалға бүгінгі қай уақыттарда жүрдім, соның бәрін сағат мен көрсетіп тұр. Мінекей история дейтін болсақ, бүгін мінекей барлық күнді осылай көруге болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Баяғыдан бері қолданып жүрмін. 18-9 ай дейді. Яғни 18 қыркүйектен бастап қолданып жүрген болдым шамасы сонда. Мінекей содан бері өзіме қолданып келемін. Өте ыңғайлы, өте пайдасы да зор. Бұл Mi Fit'тің қызметтерінің, ең басты қызметтердің бірі мінекей. Бізге телефонымызға қоңырау түскен кезде белгі береді. Және оятары бар, будильник. Мінекей жұмыстан біраз уақыт қозғалмай отырып қалсақ, тұрып, ары бері жүр деп тағы белгі береді. Және умная блокировка дейді. Осы Bluetooth, осы браслетіміз телефонға Bluetooth'пен жалғап тұрған кезде бізге мысалға телефонның паролін енгізіп қажеті болмайды. Яғни жаңа безопасное устройство деген функциясы бар осы телефонның. Сол функциясына қосып қоятын болсақ, осы браслеттің жанында жүрген кезде менің телефоным пароль сұрамайды. Ал егер мен басқа бөлмеге кетіп қалатын болсам, ол кезде менің телефоным пароль сұрайтын болады. Сондай бір өзінің пайдалы қызметтері бар. Уведомление Mi Band деген жерде, мінекей мына жерде 5 приложениеден қоюға болады. Осы 5 приложениеден SMS хаттар не болмаса бір уведомление келетін болса, біздің мына Mi Band'ымыз белгі береді. Осындай хат келіп жатыр, сообщение келіп жатыр деп. Сол сияқты өзінің пайдалы заттары бар. Өте ыңғайлы, пайдалы, будильнигі бар, уведомление. Ең басты қолданатын осы будильникпен уведомление дейді. Яғни қоңырау түскен кезде, SMS келген кезде белгі беретін осындай бір өзінің қасиеттері бар. Көбінесе осы қызметтер үшін ғана қолданып жүрмін бұны. Мінекей достар, осындай ғана Mi Band, қысқаша айтып кеткенді жөн көрдім. Бағасы шамамен $22-24 арасында тұрады. Егер алам десеңіздер, егер сондай браслет керек десеңіздер, өте ыңғайлы, керек зат. Мінекей түрі де жаман емес өзінің.
сағат ретінде қолданып жүрсек те болады. Мінекей достар, әзірге осы. Ұнаса лайк басыңыздар. Сіздердің маған айтқан рахметтеріңіз сол лайктарыңыз. Коммент қалдырып достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Қай жерден сатып алу және бағасы туралы мәліметті осы видеоның астындағы сілтемеден біле аласыздар. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.